Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі индустриалды инновациялық саясат пәні бойынша 6-шы тақырыптың тақырыбы индустриалдық инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу түрлері деп аталады. Дәріс жоспарына сәйкес мұнда да 3 сұрақ қарастырылады. Инновация саласына мемлекеттік реттеудің тура және жаңа әдістері, инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу түрлері және инновациялық қызметті реттеу деңгейлері. Инновациялық қызметтерді реттеу мақсатында мемлекет инновациялық қызметке тікелей және жанама қолдау көрсете алады. Инновациялық қызметті тікелей мемлекеттік реттеу, ғылым мен техниканың дамуының негізгі бағыттарын таңдау, мемлекеттік бюджеттен жобаларды мақсатты қаржыландыру, инновациялық қызмет инфрақұрылымын қалыптастыру және тағы сол сияқтылар негізінде жүзеге асады. Инновациялық қызметті жанама реттеуге фискалдық әдістерді қолдану, яғни жеңілдікті салық салу, жылдамдатылған амортизация, жеке нарықтар мен саласында реттеу, интеллектуалдық меншікті құру және қорғау саласында нормативтік құқықтық реттеу, ғылыми білімді коммерциализациялауға қатысушылар үшін қолайлы жағдайлар жасау жатады. Өндірістік қатынастардың негізгі субъектісі мемлекет болып табылады. Бүгінгі таңда мемлекеттің тиімді әлеуметтік экономикалық жүйені қалыптастыруда белгілі рөлге ие болуында ғана емес, елді жаңа инновациялық деңгейге көтеруде, әсіресе өндірістік салада бір талпыныс күшін құру керек. Бұл өз кезегінде ұзақ мерзімді қаржылық шығындар, яғни осы үдерісті ұйымдастырумен байланысты үлкен қызмет. Осыған орай инновациялық үдеріске тиімді әсер ету үшін мемлекет қандай іс-қимыл жасау керек екенін анықтап алу керек. Эволюциялық даму жағдайында ұлттық деңгейде инновациялық жүйенің қалыптасуының негізгі субъектісі жеке бизнес болып табылады. Сондықтан да инновациялық кәсіпкерлікті қалыптастыруға мемлекеттің белсенді қатысуы заңды құбылыс деп түсіну керек. Мемлекет қызметтің маңыздылығы жаңа өнімді ойлап табу, оны жасау және өндіріске енгізу арқылы инновациялық өнім шығарудың бірыңғай инновациялық тізбегін қалыптастыру. Инновациялық өнімді жылжытудың бірыңғай технологиялық тізбегін қалыптастыру керек, себебі бірыңғай жүйесіз инновациялық үдеріс субъектілерінің қызметі нақты нәтижеге жете алмайды. Қазіргі таңда мемлекет инновациялық үдерістердің координаторы, ынталандырушы рөлін атқарып жатқанда, ғылыми технологиялық саясаттың негізгі міндеттері мынадай болып табылады. Ғылыми техникалық және инновациялық саланы заңды шамалар негізінде қорғау, яғни қолдау, өнеркәсіп пен ғылым арасындағы байланысты күшейту, инновацияларды өнеркәсіпке енгізуді жылдамдату. Ғылыми технологиялық даму бағытын реттеу, келешекте стратегиялық салалардың дамуына жағдай жасау, ғылыми технологиялық зерттеулерге, инновациялық үдерістерге мемлекет тарапынан қаржыландыру жолдары мен формаларын ұйымдастыру, инвестициялар бағыттауды қолдау, ынталандыру. Ғылым саласындағы білім беру, мамандандыру мәселелерін шешу, жоғарғы оқу орындарын, ғылыми институттарды, лабораторияларды қолдау. Мемлекеттік экономика инновациялар диффузиясы мен технологиялар трансфертін күшейту, отандық өнім өндірісін шетелдік бәсекелестерден қорғау. Мемлекеттік инновациялық саясаты жаңа өнім мен технологияны өндіруге және осы негізде отандық тауарларды нарыққа өткізуді кеңейтуде мемлекеттің ықпалымен бағытталған әдістер мен бағыттардың жиынтығын көрсетеді. Жеке сектордың рөлі өз зерттеулерінің негізінде инновацияны нарыққа өңдеу мен өткізуде, сонымен қатар отандық және шетелдік технологияларды тартуда көрінеді. Мемлекеттің рөлі сапалы берік білімді алуға, инновациялық инфрақұрылымды құру, стратегиялық мінездегі технологиялық кешенді құрастыру және инновациялық қызметті жүзеге асыру үшін институционалдық қолайлы шарттар жасауға көмектесуді білдіреді. Инновациялық саясаттың негізгі қағидаларын қалыптастыруда қоғамның әлеуметтік экономикалық мақсаттары есепке алынады. Мұнда қысқа, ұзақ, орта мерзімдік ішкі заңдылықтарға негізделген ғылым мен техниканың дамуы, халық шаруашылығы мен есеп жүргізудің бірлігін анықтайды. Инновациялық саясатты іске асыруда өнеркәсіп пен кәсіпорындар көбінесе экономикалық өркениетке ұмтылуға тырысады. Жалпы мемлекетте жүргізілетін ғылыми техникалық саясат қағидалары төмендегідей. Орта және шағын бизнес субъектілерін инновациялық қызметке тарту, олардың қаржылық несиелік салада толық мемлекет тарапынан қамтамасыз етілуін талап ету, инновациялық саясатты дамытуға халықаралық серіктестерді тарту және ұлттық мүддені интеллектуалдық әлеуетті қорғау, инновациялық саясаттың экономикалық әлеуметтік бағытын жеке дара қарастыру, әлеуметтік экономикалық тиімділікті қамтамасыз ететін ғылыми техникалық дамудың жаңа бағыттарын таңдап алу. Ғылым мен техниканың басым бағыттарын іске асыру үшін ресурстарды бір жерге топтастыру, ғылым өндіріс тұтынушы жүйесіндегі халықаралық еңбек бөлінісінің объективті үдерістерін көрсету үшін халықаралық ғылыми техникалық ынтымақтастықтар мен топтарға мүше болу, осы жүйені қолданысқа енгізіп қалыптастыру үшін қажетті орталықтың болуы. Мемлекеттің ғылыми техникалық саясаты мемлекеттің әлеуметтік экономикалық саясатының қосымша бөлігі болып табылады. Оның негізгі бағыттарының бірі
мемлекеттің ғылыми техникалық және инновациялық дамуының бағытын анықтап, ұзақ мерзімді бағыт бағдар жасап, оны іске асырудың тиімді механизмдері мен жолдарын тағайындау. Экономикалық дамыған елдерде мемлекет инновациялық қызметтің дамуына қажетті экономикалық, қаржылық, ұйымдастырушылық және нормативтік құқықтық жағдайларды жасау арқылы ынталандырады. Тікелей мемлекеттік қолдаудың түрлері қандай? Олар инновациялық үдерісті құқықтық реттеу, яғни инновациялық қызметті заңға сәйкес жүргізу, құқықтарын сақтау, интеллектуалдық меншікті құқықтық қорғау. Инновациялық инфрақұрылымды құру мақсатында мемлекет инновациялық үдерістерді дамытуға қолдау көрсетеді. Яғни инновацияның таралу орталықтарын құру, ғылыми технологиялық парктер, бизнес инкубаторлар, әртүрлі инновациялық қорлар құру. Әлемдік тәжірибеде инновация үдерістерге тек тікелей әсер ғана емес, сонымен қатар көптеген жанама әсерлері де бар. Олар мемлекеттің салықтық, несиелік, кедендік, амортизациялық саясат арқылы жүзеге асырылады. Жанама инновациялық саясаттың ең көп тараған түрі бұлар: салықтық және амортизациялық заңнамаларға либерализациялау. Оның тиімділігі көптеген алдыңғы қатар елдердің тәжірибелерінен көрінуде. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде жанама инновациялық саясатты мемлекеттік реттеу, салық, несие жеңілдіктер, амортизацияны тездету және инновациялық жеңілдіктер арқылы ауқымды түрде қолданылады. Ескертетін бір жайт: барлық көрсетілетін мемлекеттік қолдау түрлері инновациялық үдерістерді тек дамытып қана қоймай, сонымен қатар инвестициялық салымдарды көбейтуге де бағытталған. Екінші сұрақ: яғни инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу түрлері. Салықтық реттеу мемлекеттік қолдаудың формасы ретінде жақын арада көрініс тапты, бірақ оған қарамастан жиі қолданылады. Мұндай қолдау көбіне дамыған елдерде қолданылады, себебі келесідей артықшылықтарға ие. Біріншіден, жеке сектордың автономдығы және де зерттеу жұмыстарының экономикалық жауапкершілігін сақтайды. Сонымен қатар биліктің барлық деңгейіндегі бюрократиялық жұмыстардың аз болуын талап етеді. Жеңілдетілген түрдегі салық салу базасын азайту, яғни өзіндік құн арқылы жүзеге асырылады. Әлемдік тәжірибеде инновациялық қызмет жүзеге асыруда салықтық жеңілдіктер келесі түрлері бар: өнімнің өзіндік құнына инновациялық үдеріске кететін шығындарды қосу, инвестициялық және зерттеушілік несиелі беру, яғни салық салудан түскен қаржының белгілі бір мөлшерін инновациялық зерттеулерге жұмсау, салықтық демалыстар инновациялық жобаларды жүргізуде бірнеше жылдық салықтық демалыстар, әртүрлі кәсіпорындар зерттеушілік шығындар көлемін әрдайым қадағалау мақсатында салықтық жеңілдіктер жүйесін қолдану, инновациялық кәсіпорындарда берілетін жеке және заңды тұлғаларға салық салу жеңілдіктеріндегі дивидендтер, ғылыми зерттеу институттарына және де басқа кәсіпорындарда құрал жабдықтар салынатын салық мөлшерін азайту, инновациялық жобаларды қаржылық қолдайтын қайырымдылық қорларға салықтық түсімдерді жұмсау. Енді салық жеңілдіктердің қандай түрлері бар екен? Оның екі түрі бар: көлемді, яғни көлемді қағида бойынша жеңілдік шығындарға пропорционалды беріледі. Өспелі қағида бойынша жеңілдік сол компанияның зерттеу жұмыстарына жіберген шығындарына байланысты анықталады. Инновациялық кәсіпорындарда салық салудағы жеңілдіктерді қолданудың негізгі мәні кәсіпорынның инновациялық қабылдаушылық деңгейіне байланысты пайдаға салықты азайту. Сол деңгей қаншалықты жоғары болса, салық жеңілдігі соншалықты көп болады. Бірақ кәсіпорын инновациялық коммерциялану жағдайына жететініне күмән болмау керек. Осы екі қағиданы қайсысы тиімді екенін әрине анықтап көрсету қиын. Әр мемлекет ғылым және ғылыми зерттеу саласында өзінің мүмкіндігіне байланысты керекті қағиданы қолданады, яғни тиісті қағиданы қолданады. Әлемдік тәжірибеде көрсетіп отырғандай, біздің елімізге тиімді болатын үдеріс бұл бюджеттік субсидияларды және салықтық жеңілдіктерді тиімді сәйкестендіру. Осы бағыттарда мемлекеттік қолдау арқылы мемлекет инновациялық үдерістерді дамытуға, жалпы шаруашылық және әлеуметтік саяси сияқты тиімді жағдайлар туғызады. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, негізгі мәселе елде бар ресурстарға байланысты негізгі жағдайларға орай басқару. Инновациялық және инвестициялық қызметті мемлекет қолдаудың тағы бір түрі бұл амортизациялық саясат. Амортизация нормасын өсіру арқылы кәсіпорындардағы қаржылық жағдайды көтеру, осыған байланысты техникалық базаны жаңартуға ұмтылысты көтермелеу. Инновациялық саясаттың басты ерекшелігі оның әрдайым мемлекет назарында болуы. Қызықтысы, ғылым мен техника нарық жағдайында басқа салалар сияқты өз алдына дербес даму беруге кейде қабілетсіз болып келеді. Алайда ғылым жеке меншік өндіріске жұмыс істеген жағдайда оның нарықтық сұраныс пен ұсыныс заңдылығы арқылы даму мүмкіндігі жоғары екендігі сөзсіз. Келесі сұрақ: қазіргі әлемде кез келген мемлекет өндірістің ғылыми техникалық және технологиялық деңгейін жоғарылату мәселесімен бетпе-бет келуі айдан анық. Елдің ғылыми техникалық әлеуеті оның өндірістік экономикалық әлеуетінің сипатты көрсеткіші болып табылады.
Инновациялық ғылыми зерттеулердің білім беру мен іргелі ғылымды дамытумен байланысты жақтарын реттеуде мемлекеттің рөлі ерекше екендігін айтқан болатынбыз. Экономикасы дамыған елдерде іргелі ғылыми зерттеулердің 50%-дан астам мемлекет қаржыландырады. Инновациялық қызметті жүргізу үшін едәуір инвестициялардың қажеттілігі оны инновациялық инвестициялық қызметке айналдырады. Яғни өзінің мәні бойынша кез келген инновациялық жоба сонымен бірге инвестициялық жоба болып та шығады. Нарықтық реформаларды жүргізу кезінде Қазақстан 2003-2015 жылдарға арналған индустриалды инновациялық даму стратегиясын қабылдаған болады. Стратегия 2015 жылға дейін Қазақстанның мемлекеттік экономикалық саясатын қалыптастырады және экономика салаларын диверсификациялау және дамудың шикізаттық бағытынан арылу жолымен ел дамуын орнықтыруды көздеген. Стратегия бойынша мемлекеттік ғылыми және инновациялық саясат жүргізілу керек. Ғылым мен инновацияны ынталандыру үшін қаржы нарығын одан әрі дамытып, фискалдық, антимонопольдық, инфрақұрылымдық саясатты жетілдіру қажет. Әлемдік экономиканың жаһандану жағдайында Қазақстан экономикасында бірқатар мәселелер туындады. Шикізаттық бағдарлану, әлемдік экономиканың шамалы ғана интеграция, елішілік, салааралық, өңіраралық әлсіз экономикалық интеграция, ішкі нарықтағы тауарлар мен қызмет көрсетулерге тұтынушылық сұраныстың төмендігі, өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымның нашар дамуы, кәсіпорындардың жалпы техникалық және технологиялық артта қалуы, ғылым мен өндіріс арасындағы байланыстың болмауы, ғылыми зерттеу және ізденіс тәжірибелік жұмыстарға қаржы қаражаттың жетіспеуі, менеджменттің экономикалық жаһандануы үдерісіне және сервистік технологиялық шаруашылыққа өтуіне сәйкессіздігі. Елбасының 2010 жылғы Қазақстан халқына жолдауында перспективалық инвестициялық жобаларды қаржыландыру және іске асыруға аса мән беру керектігі айтылды. Әртараптандыру жөніндегі жоспарларды іске асыру үшін бір ғана мемлекеттік ресурстар жеткіліксіз. Оның негізгі көзі тікелей шетелдік инвестициялар. Көптеген мемлекеттер біздің экономикаға ресурстар салудың мәні бар деп біледі. Бүгінде Қытайдан, Оңтүстік Кореядан, Біріккен Араб Әмірліктерінен, сондай-ақ француз, итальян, ресейлік компаниялардың 20 миллиард доллар көлемінде инвестициялар тарту туралы мәселелер шешілді. Бұл қаражат шикізаттық емес секторға жұмсалып, индустриялық бағдарламаның инфрақұрылым мен бірлескен кәсіпорындардың ондаған кәсіпорындарын іске қосуды қамтамасыз етеді. Батыс Қытай, Батыс Еуропа автомагистралына 3 миллиард долларға жуық көлемде және елдің батысынан оңтүстігіне қарай тартылатын газ құбырына 2 миллиард доллар инвестициялар тарту мәселесі шешілді. Оның бәрі шикізаттық сектордың инвестициялардан басқасы, ал ол 10 миллиард доллардан астамды құрайды. Индустриялық даму басымдықтарын ескергенде арнаулы экономикалық аймақтар мен индустриялық парктердің қызмет етуіне жаңа көзқарас қажет. Жекеменшік инвестициялар тарту жөнінде мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігі орасан әлеуетке ие болып отыр. Яғни мемлекеттік жекеменшік әріптестік. Қазақстанда бұл тетікті іске қосу көзделген. Әрине, ол өз кезегінде озық әлемдік практикаға сәйкес жетілдіруді талап етеді. Ең алдыменен бұл мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту. Елімізде мұнай өңдейтін 3 зауыт бар. Сөйтсе де әлі күнге жанармай авиация керосинін сырттан сатып аламыз. Біз осы мұнай өнімдеріне деген ішкі сұраныстың біртіндеп толық қамтамасыз етуге тиіспіз. Атырауда мұнай химия кешенін салып жалғастыру. Мойнақ ГЭС-нің құрылысын биыл аяқтау, Екібастұз бір ГРЭС-ін кеңейту және қайта жарақтандыру жөніндегі жұмыстар жалғастыру. Ол жерде 8 блоктың орнына 4 блок жұмыс істеп тұр. Ол дайын шығынды қажет етпейтін электр қуаты. Екібастұз 2 ГРЭС-нің 3-ші энергия блогын салу жұмысы жалғастыруда. Сонымен қатар 2013 жылғы инновациялық жоспарда Балқаш жылу электр станциясын салу көзделген. Жоспарда Бейнеу Базой Ақбұлақ магистралдық газ құбырын салу, Батыс Қытай Батыс Еуропа автожолының транзит дәлізін қайта жарақтандыру бар. Жоғарыда аталған жобалардың дайындық жұмыстары басталған. Онда 5 мың адам жұмыс істейді, ал 2010-2010 жылдары 50 мың адамға дейін жетті. Оның өзі Қазақстанда Европадан Азияға жетіп жататын көлік дәлізін айналдыратын күретамыр болғандығын білеміз. Электровоздар, жолаушы және жүк вагондары, жол битумдары өндірісін, химия өнеркәсібін ұйымдастыруда өз басымдылығымен ерекшеленеді. Агроөнеркәсіп кешен туралы айрықша атап өтуге болады. Оның даму арқасында бір мезгілде еліміз үшін аса маңызды екі міндетті азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және экспортты әртараптандыру шешілді. Сондықтан да тауарлы сүт фермаларын, құс фабрикаларын, бал бордақылау алаңдарын ұйымдастыру мен дамыту, тамшылап суаруды қолдану арқылы жеміс көкөніс дақылдары өндірісін ұйымдастыру, ауыл шаруашылық техникаларын жинау жөніндегі өндірістерді құру, ет өңдеу өндірісін дамыту, биязы жүнді қайта өңдеу, қазақстандық астық экспортының инфрақұрылымын және оның терең қайта өңдеу секілді экспортқа бағдарланған өндірістерді дамыту жөніндегі инвестициялық жобаларды қаржыландыруды жалғастыруға шешім қабылданды. Біз бұның бәрін жаңағы 2003-2015 жылы қабылданған индустриалды инновациялық жоба
да қарастырылған негізгі бағыттарды атап өтіп отырмыз. Сонымен қатар бәсекеге дес бермейтін мал шаруашылығын үздіксіз өндіруді және еліміздің ұлттық азық-түлік қауіпсіздігін мемлекеттік тұрғыдан дұрыс қолдау болмай қамтамасыз ету мүмкін емес. Қазіргі таңда ауыл шаруашылығы бойынша тұтасымен алғанда еліміз экономикасына деген бүкіл инвестиция көлемінің 1,7-2% ғана құрайды екен. Құрылыс үшін маңызды жобаларды қарастыру, Көксарай су қоймасы, басқа да ирригациялық нысандар салу жалғастыру, Қызылқұм массивінде 60 мың гектар суармалы жерді игеру мақсатын алға қою мәселелері де қарастырылған. Бүгінде техникалық экономикалық негіздемесі мен кірме жолдары бар нысандарды жұмысты бастау көзделген. Ауыл шаруашылығы өнімдерін ұқсату маңызды сала. Консервіленген жеміс-жидек өнімдерінің 80%, ет өнімдерінің жартысын, құрғақ сүттің 53%-ын сырттан әкелетін болса, жоғарыда аталған жобаларды өз уақытында жүзеге асырсақ, онда адамдар қаладан ауылдағы өнеркәсіпке жұмыс істеуге баратын болады. Экспорттық мамандандыру перспективада 500 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Таяудағы 5 жылда ішкі жалпы өнімнің қосымша өсімінің 8%-ға жуығын қамтамасыз етеді. Нарықтық экономикасы бар елдерде инновациялық инвестициялық қызмет жартылай мемлекеттік қызмет, өйткені оны мемлекет реттейді, қаржыландырады және оған тапсырыс береді. Экономикада инновациялық факторларды пайдалануды қолдауды мемлекеттік ғылыми техникалық саясат жүргізу туралы болып отыр. Сонымен Қазақстанда жобаларды іске асыру үшін тек мемлекеттік қолдау емес, оның негізгі көзі тікелей шетелдік инвестициялардың тартылуын қамтамасыз ету керек. Міне осы айтылған мәселелер біздің бүгінгі тақырыбымыздың негізгі мән ашатын сұрақтар болып табылады. Назарларыңызға көп рахмет.